Нейсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай бүгінгі? Жарайсыңдар. Балалар, нейсіңдерге балабақшаларыма сендердің келіп, ерте оқып беруге келдім. Мен Нұрмайдың әжесі болам балалар. Сендер ертегі білесіңдер ма? Олдай болса, қандай ертегілерді білеміз? Қайтайықшы қанекей? Қандай ертегі білеміз? Бауырсақ ертегісін біледі екен. Жарайсың. Олай болса білесіңдер, сол бауырсақ ертегісін оқып берейін балалар, я? Тыңдаймыз ба бауырсақ ертегісін? Жарайды онда. Мұқият құлағымызды түріп тыңдап отырайық, я? Ертеде шал мен бір кемпір болыпты. Бірде шалы кемпіріне былай деді: кемпірім, бүгін маған дәмді тоқаш пісіріп берші дейді. Шалау, ұнның біткені қашан, бауырсақ неге пісіремін дейді. Қаптың түбін қағып, оны сыпырсақ, біраз ұн жиналып қалар дейді. Жарайды деп кемпір қаптың түбін қағып, жиналған ұнды сыпырып, екі ұстай ұн жинайды екен. Оған қаймағын қосып шылап илейді. Бауырсақты майға қуырып, піскен соң оны суысын деп терезенің алдына қойыпты. Жата жалыққан бауырсақ терезенің алдынан домалап, кемпірге шалдан қашып орманға қарай жөнеледі екен. Домалап келе жатыр, ол қоянды кезек тұрыпты балалар, я? Қоянға не дейді бауырсаққа? Ой, қандай әдемі бауырсақсың, мен сені жегім келіп тұр дейді. Қоян, сен мені жеме, одан да менің өлеңімді тыңда депті. Ал олай болса, өлеңімді айта ғой дейді қоян. Бауырсақ мақтанып, мен бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам уыс ұн жинап, қаймақ қосып шылап, ыстық майға қуырған, мен атамнан қаштым, ал енді қашу керек болды қоян, сенен де дейді де, бауырсақ домалай жөнеледі. Домалап келе жатып, ол қасқырға кезігеді екен. Алдынан қасқыр шығады да не дейді? Бауырсақ, мен сені жеймін дейді ұрылдап. Бауырсақ айтады: сен мені жеме, қасқыр достым, одан да мен саған өлең айтып берем, сен менің өлеңімді тыңда дейді. Жарайды онда, өлеңді айта ғой дейді қасқыр. Сөйтіп қасқырға ол тағы да өлеңін айта бастайды. Мен бауырсақ, қаптың түбін қағып ап, апам қаймақ қосып шылаған, ыстық майға қуырған, атамнан да қаштым, қояннан да қаштым, босқа тұрсам ұсталармын, қасқыр сенен де құтылармын деп қашып кетті. Ертегілер неге